Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында кешкі асқа осындай өте дәмді ерекше тамақ әзірлейтін боламыз. Пешімізге ыдысымызды қойып, оған сұйық майды құйып аламыз. Содан соң туралған етімізді салып, жақсылап араластырып тұрып қуырамыз. Содан соң картоптарымыздың сыртын жақсылап жуып аламыз. Менде осындай силиконовый тікенектері бар, осындай овощтарды, фруктыларды жууға арналған нәрсе бар. Сонымен жақсылап бір рет жуып алдым. Содан кейін екінші рет таза суға картоптарымды бір жуып алдым. Біз етімізді суы тартылғанша дәл осылай қуырып алдық. Содан соң жақсылап бір рет араластырып, үстінен су құятын боламыз. Етіміз батып тұратындай етіп су құйып аламыз. Содан соң тұз саламыз. Яғни менде бұл жерде ет тұздалған, бірақ сонда да мен аздап тұз салып жібердім. Содан соң қақпағын жауып қайнатуға жібереміз. Ал енді біз картопты турауға кірісеміз. Картопымызды ортасынан бір рет бөлеміз. Содан соң бірнеше тілімдерге бөліп шығамыз. Яғни қауынның, қарбыздың тілімдері сияқты осындай болып шығады. Картоптың қарайған жерлерін, яғни мен алып тастаған болатынмын. Сіздер де алып тастасаңыздар болады. Содан соң барлығын бірдей етіп осылай турап шығатын боламыз. Менде мына ыдыс кішкентай болғандықтан мынандай үлкен ыдысқа салып алайын деп жатырмын, чтобы араластыруға бәрі ыңғайлы болу үшін. Ал енді біз шамамен көз жубамен осылай картопымызға сұйық майды құйып аламыз. Содан соң менде осындай приправа сатып алдым. Осындай картофеля деген мынандай сыртында осындай картофельный долькилардың суреттері бар. Осындай нені сатып алған болатынмын. Приправаны арнайы картопқа арналған, иә. Енді осыны аздап себеміз. Бұның ішінде өзінің тұзы, өзінің бұрышы бар. Сондықтан осыны сепкеннен кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді көз жобамен себе берсеңіздер болады, мен сияқты. Сұйық майымызды құйдық, приправамызды салып, жақсылап араластырамыз осылай. Енді қазір духовкаға салатын боламыз. Ал енді мінекей пергамент қағазының үстіне барлығын жайып, осылай тізбектеп, қатар-қатар қойып шықтым да духовкаға жібердім. 200 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Менде осындай қатырылған перецтер және де помидор бар. Осыларды қазір қосатын боламыз. Бұларды бір ыдысқа салып қойдым, кішкене жібіп тұрсын деп. Одан кейін жуамызды турауға кірісеміз. Яғни менде перецтер ірілеп туралғандықтан жуаны да ірі етіп турадым. Қайнап жатырған етіміздің үстіне жаңағы туралған овощтарымыздың, көкөністеріміздің, яғни барлығын салып алатын боламыз. Содан соң татымына қарай тұз және де приправа салатын боламыз. Тамағымызды жақсылап араластырып аламыз. Менде мына помидор ерімей тұр, қатты болғандықтан. Ал енді қазанымыздың бетін жауып қойып қоямыз. Ал мінекей біздің дайын болған картофельный долькиларымызды тарелкамызға салып аламыз. Ал мінекей біздің етіміз де, көкөністеріміз де барлығы пісті. Енді осыны жаңағы картофельный долькеміздің жанына тарелкамызға салып аламыз. Және де қалауларыңыз бойынша көк шөптерден қоссаңыздар болады. Баршаңызға үлкен рахмет. Егер де менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.